Сәлем достар, бүгін борщ дайындайтын боламыз. Қазанға ет салып, су құйып, және бір ас қасық тұз салып қайнатамыз. Қайнаған соң көбігін алып, 2 тал пияз және 1 штук сәбіз салып, ет піскенше қайнатамыз. Көкөністерді турап аламыз. Капуста, қызылша, сәбіз, картоп және де укроп қажет. Барлығын соломкамен тураймыз. Ет піскен соң сүзіп алып, қазанға картопты және де капустаны салып 20 минут қайнатамыз. Ол уақытта табаға май құйып, қызылша және сәбізді, пиязды салып қуырып аламыз. 1 чай қасық тұз салып 15-20 минут қуырып аламыз. Қуырылып болған соң қайнап жатқан қазанымызға салып, борщымыз дайын. Дайын болғанда ас көбімізді салып 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Борщымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз.